сәлеметсіздер ме қыздар, келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Сіздермен бірге Айша. Бүгін керемет экспериментал дастархан жаятын боламыз. 5000 теңгеге. Оның ішіне торт кіргізу керек, біз манты, салаттар, тіске басар, жалпы дастарханды жайнатуымыз керек болады. Онда кеттік. Ең алғашқы біздің рецептіміз өте оңай, өте керемет, жаңағыдай бардан жоқтан бар жасайды десем болады. Бізге мына жерде 250 мл жылы су қажет болады. Жылы суымызға біз бірінші мына жерде қантымызды қосамыз. Яғни қантымыздың да 150 мл қантымыз бар. Араластыра отырамыз. Енді қараңыздар, мына жерде жарты стакан растительное масло, яғни өсімдік майы. Өсімдік майы қосатын боламыз. Өсімдік майы ең маңызды сәт. Бұл жерде алдын ала қолданылмаған болу керек. Өйткені білеміз, алдын ала қолданылған майдың дәмі шығып қалады. Мына жерде балымыз бізде бір жарым столовый ложка қоса берсеңіздер болады. Және де сода қосамыз. Бұл жерде соданы неге газ сеппейміз деген сұрақ туындаса сіздерде, өйткені бал мен сода қатынасқан жерде балдың өзінің қасиеттері бар, яғни соданы өзінен өзі сондай сөндіріп гасиет тастайды. Енді қыздар қараңыздар, араластырамыз, жақсылап тұрып, және де ұнымызды кезекпен қоса бастаймыз. Жақсылап араластырып алайық. Бұл көріп атыстары ешқандай да жұмыртқа да қоспайсыздар ішіне. Соның өзінде бал керемет дәм береді. Үйіңізде балаларыңыз болса, тез арада жасап жіберуге болатын керемет рецептер. Яғни соңында ұнды толығымен қосамыз. Ұнымыз да грамм бойынша өлшелінген. Қыздар, главный, ең маңыздысы ол жаңағыдай граммдап өлшегендеріңіз дұрыс болады. Максимум 10 минутта дайындалып, духовкаға қойып қойсаңыздар, пісе кететін тағам болып табылады. Мінекей қараңыздаршы, масса қандай масса болып тұр. Бұл дегеніміз кәдімгі қаймақ сияқты масса болып тұр ғой. Енді духовкадан шығарайын. Духовкаға енді саламыз. Біздің формочкаларымызды аламыз. Қатты толтырыңқырамаймыз, өйткені біздің кекстеріміз ісінеді. Мінекей қарап атсыздар, осылай жартылай толтырып сала береміз. Мына жерде қазір қараңыздар, менде 20-25 штук кекс шығады осы массадан. Бұл уақытта духовкамызды қосып қоя салсақ, 200 градусқа қосамыз духовканы. Қызып тұра берсін пока. Және біз салып қоямыз. Енді қыздар қазір духовкаға салып, кекстеріміз піскенше біз мантының қамын илеп қоямыз. Енді қыздар, мантының қамын илесек, мына жерде ровно 1 килограмм ұн, высший сорт керек. Высший сорт ұнымыз жақсы әсерін тигізеді, және де ровно 375 грамм қайнап суыған су қосамыз. Обязательно болу керек. Өйткені бұл қазір біздің қамырымыздың езілмеуіне әсер етеді. Және де мына жерде қазір 2 жұмыртқа. Жұмыртқа S1, S0 сорты болған дұрыс. Өйткені былай қарсаңыз айырмашылығы дейсіз үлкендігінде болады, размерінде. Сол себепті бірінші суға саламыз. Мына жерде енді қараңыздар, ұнымыз бар, ұнға осылай құя береміз. Қараңыздар, мына жерде мынандай ұнымыз артылып қалады, бірақ та ол артылмайды. Осылай илей беруіміз керек. 5-10 минут илесеңіз, бір-біріне жабысып қалады. Қамырымыз дайын болды. Оны 30 минутқа қойып, тындырып аламыз. Әйтпесе тындырылмаған қамыр, білесіздер, өте қатты болады. Соның өзінде қамырымыз қаттылау. Бірақ та бұл осындай болған дұрыс, холодильникке қоямыз. Енді қыздар, біз бисквитімізді дайындай берсек, менде қазір подгружной блендер, 4 жұмыртқаны салып,
бисквитті араластыра берсін. Ойланыңыздар, сіздер миксерға салған уақыттарыңызда жұмыртқаларыңыз жылы болған дұрыс. Сіздер оны водяная баня қылып жылытып алсаңыздар да болады. Так, біздің кексіміз дайын болып қалды. 20 минутта пісіп қалды. Қазір бір шығарып көрсетіп жіберейін. Ыстық болып тұр, аромат деген бүкіл кухняны алып тұр енді. Сондай аз ингредиенттен осылай көтеріледі деп кім білгені. Так, бұл кексімізге судырып қояйық. Онда енді біз қазір бауырсағымызды илей берсек, бауырсақтың қамырын илеп, көтерілуіне қойып қоямыз. Ары қарай жалғастыра береміз. Бауырсағымызды дайындасақ, бізге жылы суымызды, яғни сұйықтықтың барлығын бірге араластырып аламыз. Мына жерде растительное масло 2 столовая ложка қостым. Енді біз бюджетный вариант болғандықтан судан жасап жатырмын. Енді көпшілігі біледі, жаңағыдай барлық неден жасауға болады, қант сүтімізден жасауға болады, қыздар. Сол себепті бізде бюджетный вариант болғандықтан осылай болды. Мына жерге қазір мен дрожжи, мынау дегеніміз бізде қант және де тұзымыз қосамыз да араластырамыз. Енді сұйықтығымызды мына жерге құямыз және де қамырымызды илей бастаймыз. Енді бауырсақтың қамырын қойып қоямыз. Көтерілу керек кішкене. Және де біздің кексіміз дайын білеміз, мантының қамыры дайын. Так, десе екен. Рулеттерін жасап тастайық, қыздар. Шик свекла, қыздар. Бірінші турап, немесе теркадан өткізсеңіздер болады, немесе измельчительден өткізіп алсаңыздар болады. Бізден рулетін жасау үшін тағы да үлкен кубиктер қылып кесеміз. Кубик па өзіңіздеріңіз қалағанша ғой енді. Потому что білеміз, любой измельчитель үлкен нагрузка болса сынып қалады. Біз кекстарымыз дайын болды. Бұлар суып, тұра берсін. Дальше қараңыздар, бізде мына жерде сәбізіміз де пісті, свекламыз да пісті ғой. Енді біз дальше не істейміз? Свекладан жасайық. Енді ішіне 2 жұмыртқамызды қосамыз және де манная крупа. 4 столовая ложка манная крупа қосамыз. Майонез. Менде көріп тұрсыз, при желании. Осыдан бір 10 граммдай қосып жібереміз. Және жақсылап араластырайық енді. Қараңыздар, пергамент қағазын алдық. Так, пергамент қағазын алдық. Енді пергамент қағазына осы біздің жиынтық деп қойын. Смесь қой енді. Қатты жұқа қылып жаймаймыз. Примерно айтқанда 1,5 миллиметрдей қылып жаймаймыз. Біз жаңағы рулеттердің ішіне салмасын дайындаймыз. Ол үшін мягкий творог, жұмсақ творог қажет болады. Бір пачка. Мына жерде 200 грамм екен. Оған біз еще 2 столовая ложка қайтадан майонез қосамыз. Петрушка ма, қосаясың болады. Менде ондай дайын жоқ, сол себепті осындай өзіміздің нені қосып жібереміз. Және де осы нені араластырамыз.
Қараңыздаршы, осындай пенка болу керек. Бұдан да үлкенде пенка жасай берсеңіздер болады. Маған примерно 10 минуттай уақытым кетті осыны не істеуге. Енді пенканы қатты араластырмаймыз. 130 грамм ұнымызды саламыз. Араластырғанда қараңыздар, астынан араластырасыздар. Міне, көріп тұрсыздар, мынандай бір масса шығады. Противинді аламыз. Менде кольцевой осындай неме 20 сантиметрлік қалыпқа құямыз. Ой, біздің духовкада морковный рулеттің несі пісіп қалды-ау. Оны алып алсақ бірінші. Мінекей қараңыздар, пісті. Салманы жағамыз. Енді қыздар, давайте манты түйіп тастайық. Мына жерде айта кетейін дегенім, қараңыздаршы, манты. Мен мантының үстінде майлаймын. Бұл сіздерге лайфхак. Өйткені үсті майлаған манты жаңағыдай үсті деген буланып, жаңағыдай құлақ болып қалады. Ондай болмай, күшті жұмсақ болып піседі. Сол себепті астында үстінде майлауды сіздерге ұсынамын. Енді пісіреміз онда, қояйық мантаварка. Қыздар, біздің бисквитіміз пісті. Бисквиттің піскенін қақтан білеміз. Сіздер осының ішіне зубочистка салып көрсеңіздер, егерде зубочисткаларыңыз суланып тұрса, значит бисквит әлі піспеді. Жұмыртқамыз бізде жылы болу керек. Жылы болмаса ыстып алу керек. Стервальная баняда. Одан кейін жақсылап тұрып взбивать етеміз, 150 грамм қантпен. Қазір біз ол бисквитті тағы да суытайық. Ол уақытта мен крем дайындап алсам, ол үшін сгущенка және қаймақ қажет болады. Екеуін араластырып, 100 грамм қант қосып, кремді дайындаймыз. Қыздар, біз майымызды қыздыруға қойып қойдық, қазір бауырсақты пісіретін боламыз, өйткені уақытымыз өте тығыз. Бала-шағамыз күтіп тұр дегендей. Ол уақытта онда давайте біз піске басып дайындап тастайықшы. Өте оңай, экономный вариант. Қараңыздар, жарты пиала растительное масло, суымыз бар, жылы суымыз жарты пиала, тұз және 1 стакан ұнды қосып, араластырып қамыр елейміз. Ал енді майымыз пісіп тұр екен, бауырсағымызды пісіріп алсақ. Қыздар, енді біз селькпад шубада дайындаймыз салатын. Ол үшін селедка керек болады, білеміз. Мынау бізде свекла пісіріліп, теркадан өткіздім. Одан кейін бізде морковь, яғни картоп, және де жұмыртқаны теркадан өткіздім пісіріп. Енді селедканы бірінші салдық.
селедканы алғаннан кейін біз оның үстіне сразу осылай өздеріңіз қалағандай қылып сәндейсіздер. Мастер-класс! Ал қыздар, менің 5000 теңгелік дастарханыма қош келдіңіздер. Біз не жасадық десеңіздер, кекс, торт, қарап отырсыздар, манты, мынау тіске басар самса десем болады, с картошкой, бауырсақ, мынаны қараңыздаршы, рулеттеріміз, свекольный, морковный, және де өзіміздің жаңа жылдық салатымыз, сельдь под шубой, қыздар. Осының барлығына 5400 теңге ақша кетіп отыр. Сенесіз бе, сенбейсіз бе? Онда просто жасап көріңіз. Жасап көру үшін менің парақшама тіркеліп, комментарий, лайк қалдырып кетсеңіздер, маған өте қатты приятно болатын еді. Сол себепті барлықтарыңыздан күтемін. Барлықтарыңызға рахмет. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын.